Баршаңызға қайырлы күн достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мерекелік дастарханға арналған өте дәмді, жеңіл, оңай, әрі тез дайындалатын екі түрлі салатты дайындайтын боламын. Бірінші жеңіл салатты дайындау үшін қажетті заттар: 4 дана қияр, 4 дана жұмыртқа, аскөк, жасыл бұршақ, тұз, паприка және де қара бұрышты қолданамын. Екінші қуырылған бринзамен салатты дайындау үшін қажетті заттар: көк шөптер, 5 черри қызанағы, 1 жасыл бұрыш, зәйтүн, бринза, 2 сарымсақ, қара бұрыш, кориандр және де паприканы қолданамын. Алдымен бірінші салатты жасауға кірісеміз. Ол үшін қиярларды төртбұрышты етіп турап шығамыз. Одан соң жұмыртқаларды төртбұрышты етіп тураймыз. Жұмыртқаларды турап болғаннан кейін аскөкті осылайша етіп тураймыз. Таза ыдысқа қияр мен жұмыртқаны салып, үстіне аскөкті қосамыз. Одан соң жасыл бұршақты салып, үстіне дәмдеуіштерді қосып, майонез салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ыдысқа саламыз. Ыдысқа салып ұсынамыз. Алдымен бринзаны тақтайшаның үстіне ұзыншалап кесіп, ұнға ұнатып аламыз. Ұнын қағып, тақтайшаның үстіне жайып шығамыз. Қызып тұрған табаға 2 ас қасық өсімдік майын құйып, бринзаны салып, 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Бринзаның артық майын сорып алу үшін ыдыстың үстіне қағаз жайып, үстіне түсіріп аламыз. Алдын ала тұздық дайындап аламыз. Қара бұрыш, кориандр, паприка, сарымсақ барлығын ыдысқа салып, үстіне қызып тұрған өсімдік майын құйып, жақсылап араластырамыз. Жасыл бұрышты төртбұрышты етіп турап шығамыз. Черри қызанағын 4 бөлікке бөліп турап аламыз. Таза ыдысқа шөптерді салып, үстіне туралған бұрыш пен черри қызанағын, зәйтүнді салып, үстіне тұздықты қосып, қуырылған бринзалар салып, осындай 2 шанышқының көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Мінекей осылай салатты араластыру керек. Дайын болған қуырылған бринза мен салатты ыдысқа саламыз. Қалған бринзалармен салаттың бетін әсемдеп шығамыз. Салат дайын болды, өте дәмді әрі әдемі болып шықты.
видеоларды жіберіп алмаш үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.